4 ай өтіп кетіпті ғой. Қай достар, барлығына сәлем, сіздермен бүгін мен Бек Сұлтан достар, мен арнама қош келдіңіздер. Достар, көп уақыттан бері видео шықпай кетті, айып етпеңіздер, өмірлік бір қиындықтар болып қалды. Бірақ та достар, мен сонда да ешқашан тоқтамаймын, ешқашан сіздерді сатпаймын. Бүгін бізде видео 24 сағат бойы бүгін біз ет жейтін боламыз. Яғни достар, бұл видео не туралы, типа суть ролика в чем деген сұрақтарыңыз болса, мысалы таңғы асқа тауық ниеті, түскі асқа там жылқының ниеті, кешкі асқа там сиыр ниеті, стейк деген сияқты. Жалпы біздің салмақтың өзгерісі асқазанға ауыртпашылық түсе ме, әлде кішкене ауырады. Короче, достар, спортивный болып, кішкене өзім уверенный болып жақсы болып қаласың ба, соны барын тексеретін боламыз. Ал видеомыз көп созбай бастайық. Сіздер лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Кеттік. Достар, айтпақшы, менен барлығы сұрай береді. Бек Сұлтан, сен осы ақшаны қайдан табасың, қалай жақсы өмір сүресің, анау деп сұрай бересіздер. Ақшаның барлығын достар мен бір қабеттен табамын. Егер де сіздер де ақша тапқыларыңыз келсе, осы видеоның астындағы бекітілген комментарийдағы сілтемемен өтіп, менің осы Бекс деген промокодымды беретін болсаңыздар, сіздерге алғашқы депозиттарыңызға обязательно бір 500 мың теңге салу керек. Соған 260 мың теңгеден бонус беріледі. Сондықтан тез асығыңыздар. Достар, енді видео басылмастан бұрын алғашқы салмағымызды өлшеп аламыз. Кеттік ал. Салмақ 83 килограмм деп тұр. Ал көреміз, енді салмақ қосыла ма, әлде түсіреміз ба? Оның барлығы видеоның соңында белгілі болады. Короче, достар, біз үйдің қасында N-City деген новый торговый центр ашылды. Осы жақта міне KFC бар осы жерде. Таңғы асқа KFC жейміз. Тауық еттер ашық. Есі жемегенмен де көп қойды. Бір қарып тойғызып алатын болдық қой. Достар, мен ойымша болады сияқты. Сандерс басыр комбо, бір ножка, екі осы крылышки. 3300 теңге таңғы асқа нормально болады. Ал так, достар, біз заказымызды алдық. Мына жерде Pepsi, Free и достар тауықтар. Негізі достар, мен әрине қымбаттау алып тұрмын. Негізі бұндай ақшаға біз жаңа бокс, мастер, твистер деген сияқты неше түрлі тонер сияқты нәрселер жеуге болады еді. Бірақ та видеоның аты ет болғандықтан таза ет жейміз, таза тауық ниеті. Сонымен қатар бізде сағат 1-ден 14 кетті. Ал біз таңғы ас ішу жейміз. Ал бізге ас болсын. Қарын деген тойып кетті, KFC-де адам да көйіп кетті. Енді KFC деген достар негізі андай майлы болғанымен де тауық ниеті болғандықтан онша құнарсыз, сондықтан да бұл көп салмақ қоспайды. Бұл кез тез қорытылып кетеді. Шыққаннан кейін де бір доспалмен кездесіп тірліктер жасаймыз. соның барлығын достар сіздерге видеоға түсіремін. Обедте бір ауырлау нәрсе жейміз, және кешке атаулар болады. Сондықтан видеоны алса лайктарыңызды жоспарына жазып отырыңыздар. Біз жалғастырамыз. Мынандай пайыз аласыңдар үш. Содан соғыстырып отырасың. Деп ауызға тығып жібересің өзінше. Так, достар, негізі ше күн деген Астана қаласында өте ыстық болып тұр, шаршап қиналып кеттім. Негізі бізде машина бар ғой өзімде ше, бірақ та машинаның кілтін сонда да үйде қалдырып кеттім. Себебі кішкене жаяу жүрген, кішкене мына жеген нәрселердің бәрі майлы, ауыр, кішкене наоборот. Біз салмақ қоспай итакта толып кеткен жайымыз бар, достар. Наоборот, кішкене пайдалы болсын деп осылай жаяу жүрген жайымыз бар. Қазір досым Жанөртпен кездестім. Ассалаумағалейкум. Жаңа қалып кеткен KFC-ді бердім, кішкене қарным ашып тұр деді. Енді біз достар мында күн ыстықта не істейміз? Барып салқын жерде отырып кішкене компьютер ойнап қайтамыз кез. Одан кейін ары қарай шыққаннан кейін обед ішетін боламыз плотно. Шықтық, короче, компьютердан. Что там, Жандәулет, қалай? Шаршадың ба? Жандәулетпен сонда бірге бір атыстық. Бауырым жеп қалғаны бар енді. Ал кеттік, тамақ ішіп кетейік. Бір шашлықтан ба жіберейік те жақсы жағынан. Уже күнде кішкене ыстықтығы басылып, салқын жел пайда болды. Ал кеттік, ал тамақ ішеміз. Так, достар, бізде сағат 5:30, бізде кешкі ас емес, бізде обед сағат 5:30-да. Қалай кетеді екен обед? Что там, Жанна, не жейміз? Сен де любой нәрсе жей бересің, мен челлендж бойынша мен тек ет жеуім керек. Азында тауық ниетін жедім. Қазір сиыр или жылқы ниеті, кешке бір стейктан бауырсам ба деп отырмын енді. Қазір осындай достар бір керемет бір үлкен заведениеге келдік кафеге. Так, достар, біз не жейтінімізді таңдадық. Мен мына жерде өзіме бір люля киіп аламын. Басы 2300 теңге, бір шашлык баранин аламын, тоже 790. Негізі шашлыктар қымбат екен. Сен не жейсің? Бір донер аласам. Донер бір қарапайым, бір багет, бір микс ап қойдық. Қарапайым донерден ішеміз ғой. Сол дәрежеде достар, қазір заказды тапсырмыз берейік. Қазір шашлығымыз келсін, заказын түсейік. Шашлығымызды жеп, тамақтанып, ары қарай тірліктермен кететін боламыз. Бүгін тірліктер өте көп. Сіздермен өмірге болыңыздар. Мен байқағандарыңыздай достар, машинамен, таксимен жүрген жоқпын, жаяу жүріп жүрмін. Ал достар, тапсырысымыз дайын болсын. Сіздермен жолығамыз. Ал так, достар, қанша уақыт күттік, өзі жарты сағаттан асып кетті. Шашлығым келді, донер келді, бір очканы ас болсын бауырым.
Донер баяғыда келіп қойған, негізі күтіп отыр кішкене мені сыйлаған түрі бар, бірақ жартысын жеп қойған бар да. Ал шашлықтан ауыз тигенде шашлықтан ұрайық. Ас болсын бізге. Ал біздің өзінде бараниналардан алайық. Ауыз негізі бүйтіп алып мына беттен жүресің, оператордың қолына кес-кес қосып жүреміз. Кетті ал. Мен достар қалай жүріп керектігін көрсетейін сізге. Лепешканы аламыз. Оны бүйтіп ауызға тығамыз. Баранинаден алып екінші фитнес соусына батырамыз. Кетті ғой. Ағаттан шошенка берді. Қарын тойын деді. Әдем кетті ма? Үлден мощный екен достар. В общем, қарын тойдым. Нормально қолым мен ше кәдімгідей. Қой, тұрайық анда. Осымен жетеді осы маған. Бұдан артық керегіміз. Қазір бір ектіріп жасап, сөйтіп кешке қарай мощный бір стейктан ба, жүреміз сөйтіп балық жейміз ба. В общем, көреміз достар. По желанию ғой. В общем, бір ет болу керек. Главное, самый главный ол бізде ет болу керек. Ал так достар, біз шықтық, короче, қарын тойды. Ала, ыстық болып тұрады ба, анау салқын болып кетті, желі пайда болып, кішкене күн батып. Біз не істейміз енді қазір тірліктермен дальше қазір мадияр ағалармен кездесеміз. Сөйтіп мастер-класс өткізіп, в общем, бір курсқа сіздерге разогрев болған деп отыр, ютубта үйрету курсы. Ал сонымен содан кейін ужин ішетін боламыз. Кетті ба. Пах, түк шіркін-ай. Просто хотел увидеть тебя. Самый счастливый человек на земле, когда ты рядом. Ты мне покорила с первого взгляда, поразила. Чем отырса, чаланж болса, тамақ ішу ауылы. Кішкене бір көмектесіп қадық дедік та братандарга. Да? Қазақстанда ол Миша өте бос. Көп халық осы ютубтан дұрыс қалай тренировкаға біріктіремін іздейді. Ал так достар, короче, біз лаваш фудқа келдік. Таптық стейк. Таптық, наконец стейк. Негізі бана біз шаурма фудқа барғанбыз. Ол жақта стейк жоқтан сөйтіп стейк қай жақта сатады кафе іздедік. Сөйтіп T-bone стейкін заказ бердік. Мына жақта бір таза ет ішінде жатқан жайымыз бар. Мадияраға Маған қатысы жоқ негізі. Мадияраға қатысы жоқ. Короче, бұл кісі спортпен айналысып, детсақ сақтау жүрген кісі кішкене мен қасымда тамақ ішінде отыр бірге. Өзіне қарапайым сол пельменін алды. Ал так достар, короче, келіп жатыр. Құйдың шай, окей? Қызмет қайда? Қыздан керек отыр ма? Жан, братанға шай қойсай. Ай, бұл да бір құйдың, молодец. Қыз керек емес сияқты өзің әдемі қояды екенсің ол. Екі адам ғана шай ішіп көрейік ол. Қыз керек жуыма болып жүр негізі достар өмірде. Беканың подписчиктер болса жазыңдаршы, Бека бір қыз тауып берейік айналайын. Бір варианттар болса жіберіңдерші. Дерсік екен ол. Кайф екен, прям ұйықтайтын шай екен. Негізі достар, тамақты айтады ғой, адам пейіліне қарай береді, бірінші алып келеді деп ше, негізі ондай емес, тамақ бірінші андай жылауықтарға береді десің. Ой, өке. Ас болсын. Бір жеңіл тамақ тез дайын болады, өке? Нанмен обязательно. Асқазан тостар дегенде зор ғой. Істің үшін вообще. Достар, білесіз ба, негізі зиян екен асқазанға. Не үшін? Білмей сөйтіп естігімен врачтардан. Стейктің зиян екен естігесің ба? Жоқ, стейк арасында болады ғой, видео түсірмейсің. Ұйықтаралды зиян екен естігесің ба? Негізі оны білем я. Вообще, бұл өмірде былай қарасаң бәрі зиян, сол үшін зиян нәрселердің бәрін істей бергенде дұрыс негізі. Ал достар, короче, мен тамағым жеп болғаннен Беканға келді ғой. Что там? Сен ана фруктылар жемейсің білесің ба? Білем, жемеймін. Сіз жеп қойсын. Маған бересің ғой. Не болсын, кәл беріп қойсың? Андай достар, тамақ тағылғаймыз ғой ше. Батя жеп қойатын тосын десе. Мадияраға батя жеп қойын деп отыр. Достар, мен өзім лично қарап отырамын. Шөп жеп қойса, қазір видео болып қосылды, короче. Чисто ет жеу керек. Міне, бүйтіп көзесің ғой. Бисмилла. Еще байқадыңыздар ма достар? Бүгін Бека чисто ет жеген екен ба, ана кішкентай ше бір активныйдан да ше. Ана белок қой бұның құрамы бәрі андай адамның іші настроениесін көтереді, күшті болып жүресіңдер да. Алай. Достар, мақтайтын стейктер осы ба? Дәмі онша емес қой. 6000 теңгеге алдым ше. Негізі көтім ашып жатыр ше. Саған бір реклама ақша төлеген жоқ. Сен главный ет жейсің ба болды. Дәмін сені сұрап жатқан жоқсың. Жоқ, неге қымбат дейді ғой? Неге дәмі онша емес? Просто байлардың ермегі ол әшейін бүйтіп көтектен кесіліп бір-біріне шығып отыратын. Түсінбеймін, түсіне алмаймын. Одан да бар ғой, 6000 теңгеге 3 килограмм ет аласың да, өзің тойып жейсің ғой. Мынау не 400 грамм. Мына қарады, түсінбеймін. Сағышта қанасай?
деп көзін шашып пақ еткізіп. Ай, қаладағыдай кесіп отырсың ғой кек, а? Батырсың қарсың. Не өздері сол? Сол қолмен кек, сол қолмен пышақ ұстау керексің ғой. жоқ ұнап жатыр мынаны дәмі маған. Ұнап жатыр ма? Әдемі достар, әдемі, кайф. Мына жақта ойшыларым қайда кетті десең кішкене манераға беріп қойдым. И сосын андай жаман ойлы адамдар болады ше, өзің ғана жеп отырсың, кайфтанып отырсың деп жоқ достар. Мадияр батанды ойлап, Мадияр батанға да ауыз тигізіп сөйтіп жатыр. Мадияр осы отказ беріп жатыр. Пельмен іштім бұл, жете сақтаймын деп отыр олар өтші. Біреу видеосын айшы болып қалды, жарайды. Батырат, іштің ма? Оны бәрін білесің негізі, білесің не жерді не жеу керек деген, қалай? Аттан обязательно овощи жейсің ғой. Аттан чай. Бөлек. Ал так, достар, короче, счет төледік. 12 тысяч вышло. Все, поехали домой. Ал так, достар, біз үйге келдік. Міне сұрап жүрген жігіттеріңіз Асмұрат. Асмұрат тірі. Сосын сразу салған сочек долгожданный момент. 81,4, 83 болғанмен 1 килограмм 100 грамм қосыптым. Ол әрине қазір үлкен дәрет бар, қорытылуы бар, сонымен кетеді. Ал достар, видео осындай болып шықты. Жалпы не болды? Өздеріңіз байқағандай, жалпы достарымда Мадияр ағаларының өздері де байқады. Өте энергичный болып жүрдім бүгін. Сонымен қатар қазір шаршап тұрмын, уже ұйқымды жақсарады. Бұнымен қоса не айтамын, кішкене бірақ асқазаным ауырып жаңағы шаршықтардың майлығын көтере алмай қалғаны бар енді. Атак барлығы достар керемет. Өте күшті, егер де тренировка істесем вообще керемет болар еді. Достар, жалпы осы видео шықпауы өте көп болып кетті. Енді ютубқа оралдық. Мен сіздермен қоштаспаймын, жай ғана келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Давайте.